Қайырлы таң оқушылар, сауат ашу сабағымыз бастаймыз. Бүгін табиғатқа саяхатымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен сабақта көжек пен кірпінің әңгімесімен танысқан болатынбыз, иә? Бүгінгі сабағымызда бізге кірпі хат жіберген екен. Бұл хатта не жазылуы мүмкін деген бізде сұрақ туындауы мүмкін, иә балалар? Балалар, кірпі осы хаттың ішіне суреттер салып жіберген екен, қараңдар. Кептердің суреті, баланың, мінекей көріп отырмыз, 3-4 сурет салған екен, салып жіберген екен. Ол бізге өзінің көмегін беріп отыр. Біз де кеше оған көмек жасағанбыз. Соның алғысы ретінде бізге ол мына суреттерді беріп, бүгінгі өткелі отырған жаңа мәтінге, яғни болжап, баяндап көріңдер деген бізге оқу тапсырмасын ұсынып отыр екен. Яғни біз мына суретке қарай отырып, балалар, қазіргі оқығалы отырған жаңа мәтіннің мазмұнын айтып, баяндап көрейік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл қазіргі оқығалы отырған әңгімеміз не жайында болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар, бала мен кептер жайында, иә? Енді баланың қазірше есімін білмейміз. Мысал ретінде де айтуымызға болады екен. Енді қалай ойлайсыңдар? Бала мен кептердің басынан қандай оқиға өтуі мүмкін? Қараңдар, бала не істеп жатыр мүмкін? Мүмкін бала кептерді тауып алып, оны қайткен шығар? Емдеген шығар деген ой туындауы мүмкін, иә? Мына суретте не көріп тұрмыз мысалы? Иә, қанатын таңып қойыпты, алдына жем шашқанын көріп тұрмыз, яғни баланың қамқорлыққа алып жатқанын көріп тұрмыз. Ал суреттің соңында бала кептерді ұшырып жібергенін байқап отырмыз. Бұдан қандай ой туындады бізге? Сонда бала кептерді тауып алып оған, яғни мейірімділік көрсетті деген ой туындап отыр. Жақсы, жарайсыңдар. Бізге кірпінің жіберген суреттері өте жақсы көмектесті деген ойдамын. Ендеше қазір біз мәтінді оқып көріп, және осы өзіміздің болжаған болжамымызбен салыстырып көрейік. Шынымен де біз әңгіменің желісін дұрыс баяндай алдық па? Ойымыз тура шықты ма? Біздің ойлағандай болды ма екен? Ендеше оқулығымыздың бәріміз 94-ші бетін ашайық. 115-ші сабақта жоғарғы жақта кітабымыздың жаралы кептер деген мәтін беріліп тұр екен. Саусағымызды апарып, менімен бірге қосылып, бірге оқып шығайық. Жай ғана оқып шықпаймыз, мәтіннің мазмұнына мән беріп отырады екенбіз. Әңгіменің атауы жаралы кептер дейді екен. Біз дұрыс бағанағы болжаған екенбіз, шынымен де жаралы кептер жайында екен. Талап, жаралы кептерді үйге алып келді. Жараланған жеріне йод жақты. Кептерді қорапқа салды. Алдына жем, су қойды. Талап жазылған кептерді далаға ұшырды. Көк кептер әуелеп ұшып кетті. Талап қатты қуанды. Балалар, қазір ғана мінекей мәтінді оқып шықтық. Жаңа ғана біз суретте кірпінің жіберген суреттерімен болжап көрген болатынбыз. Қалай біздің сол баяндап көрген оқиғамызбен мына әңгімедегі мәтіндегі әңгіменің желісі екеуі ұқсас па екен? Иә, біраз жерлері ұқсайды екен, иә? Біз баяндап көргеніміз дұрыс болған сияқты болжаған әңгімеміз. Шынымен де бұл әңгіме кім жайында екен? Талап деген бала мен кептер жайында екен, иә? Талап қандай кептерді тауып алды, балалар? Дұрыс айтасыңдар, жаралы кептерді. Оны ол не істеді, Талап? Дұрыс, үйге алып келді, иә? Ол жараланған жеріне не жақты, балалар? Біз бағана суретте соны айта алмағанбыз, иә, не жаққанын? Яғни
йод жаққан екен, иә. Одан кейін кептерді неге салыпты? Дұрыс айтасыңдар, қорапқа салған екен. Қорапқа салғаннан кейін оған не берді? Қандай күтім жасады ол? Яғни жем шашты, одан кейін су берген екен. Осындай күтімнің арқасында кептер бірнеше күннен кейін таңған жері, бағанағы жараланған жері қайтты балалар, жазылды. Талап кептерді жазылған соң не істеген екен? Әуелетіп ұшырып жіберген екен. Міне талап осындай өзінің іс-әрекетіне қатты қуанған екен. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Талаптың іс-әрекеті дұрыс па? Талап қандай бала деп ойлайсыңдар? Иә, талаптың іс-әрекеті дұрыс. Өйткені ол қоршаған ортаға өзінің үлесін қосып жатыр екен. Талаптың бойынан біз бағанағы мейірімділік, қайырымдылық қасиетін байқап тұрмыз. Сендер де осы талаптан үлгі алыңдар. Әр уақытта жан-жақтарыңа тек жақсылық жасауға бағанағы дағдыланыңдар. Өйткені жақсы сөз деген, мысалы жай ғана сөздің өзі де адамға үлкен әсер ететін. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ал іс-әрекетпен дәлелдесек, ол тіпті жақсы екен. Мейірімділік ол басқаларға қамқор болу деген сөз екен балалар. Мейірімділік тек қана адам мен адамның арасында ғана емес балалар, сонымен қатар табиғат пен жануарлар арасында да бағанағы алмарысып тұрады екен. Мысалы, қарым-қатынаста байқалып тұрады екен. Мысалы, сенің өзіңнің кішкентай үйде күшігің бар шығар, мысығың бар шығар, иә? Бұзауқаның бар шығар, мысалы құлының бар шығар. Сен оларға әр уақытта қайтесің, еркелетесің. Оларға тәтті бірдеңеңді алып шықсаң, ол сенің алдыңнан жүгіріп шығады екен, иә? Мысалы, иттің өзі сен әр уақытта мектептен келе жатқанда сенің алдыңнан шығып, сені күтіп тұрады екен. Міне сондықтан да жан-жануарларда адам тілінде сөйлей алмаса да, олардың да жүрегі бар екен. Олар да жақсылықтың бәрін жүрекпен сезе алады екен. Міне сондықтан да балалар мейірімді болуға тырысайық. Ал енді балалар, қазір ғана біз мәтінді оқып, талдап шықтық. Енді келесі кезекте оқулығымыздың 3-ші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл жерде бізде ойлантап тапсырмасы берілген. Яғни, сендер не істейсіңдер бұл тапсырмада? Мына берілген суреттердегі заттардың атауларын атайсыңдар да, құрамында п дыбысы бар сөздерді дәптерімізге жазамыз. Сонан кейін п дыбысы бар сөзді, яғни әріпті тауып, астын көк қарындашпен сызып қоямыз. Тек қана дыбыстың астын. Яғни бірінші жолдан бастап, бірінші бас әріппен бастап жазамыз. Кітап, үтір қоямыз, келесі қолғап, одан кейін дәптер деп өстіп, ары қарай осы сөздердің барлығын жазып маған жібересіңдер. Сонымен қатар қосымша 4-ші оқу тапсырмасын сендерге ұсынамын. Бұл жерде оқу тапсырмасында сендер артық сөзді мына сөздердің бойынан тауып оқисыңдар да табасыңдар да, бұл сөздің неліктен артық болып тұрғандығын дәлелдеу жұмысын маған жібересіңдер. Ал қазір қолымызға қаламды аламыз, жазу дәптерімізді ашып, 115-ші сабақ деген бетті ашамыз. Бұл жерде бізде құрамында п дыбысы бар сөздер берілген екен. Менімен бірге қосылып оқып жіберейік кәнекей. Апа, апан, пана, сап, арпа, ақпан, кептер, қап, қақпан, кірпі, парта деген сөздер берілген екен. Осыны әдемілеп отырып, қиғаштап көріп тұрмыз мінекей. Боялмаған, бір-біріне өте қатты қосып тастамаған, көркем қып, әдемілеп боямай жазамыз. Әдемілеп жазып болғаннан кейін тапсырмаларыңды, яғни суретке түсіріп, маған жіберулеріңе болады. Бәріміз белсенділікпен қатысамыз балалар. Сонымен балалар, бүгін біз сабақта құрамында п дыбысы бар мінекей сөздерді жазып шықтық. Одан кейін мейірімділік жайында әңгіме қылдық, және де жаралы кептер мәтінін оқып, өзімізге ой жинақтадық, иә балалар. Ал ендеше бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды балалар. Келесі сабаққа жақсы дайындықпен бағанағы дайындалыңдар. Келесі сабақта тағы да біз жаңа дыбыспен танысып, және өткен сабақты қайталау ретінде пысықтау жұмыстарын жасайды екенбіз. Белсенділік танытқан үшін саған рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.